Ертегі, е дыбысының ертегісі. Ертеде дыбыстар елінде е дыбысы өмір сүріпті. Ол өте елгезек, ерке, бірақ еңбекқор болыпты. Бір күні дыбыстар өзара жарыс ұйымдастырыпты. Кім адамға көбірек пайда әкеледі екен, соны көрейік, деді а дыбысы. Бірінші болып а шығады. Менсіз ата, ана, аспан деген сөздер болмайды, деп мақтаныпты. Одан кейін з шығып өздерінің маңызын айтыпты. Тек е үнсіз тұрыпты. Ал сен не істей аласың, деп сұрады бәрі. Сонда е жай ғана күлімсіреп, мен елге қуаныш әкелемін. Қарандаршы, менсіз ел, ер, еңбек, есік, егін болмайды ғой, депті. Содан е дыбысы балаларға келіп, сәлем балалар, мен дауысты е дыбысымын. Мен ел, ер, еңбек, есік деген сөздерде кездесемін. Сендер менің дауысты дыбыс екенімді естерінен шығармаңдар, депті.